Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құмырсқаның илеуі. Мақсаты құмырсқаның тіршілігі және пайдасы туралы оқу. Ребята, тема сегодняшнего урока называется муравейник. Сегодня будем читать о пользе муравья, о его обитаемости. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: илеу – муравейник, аталық – самец, аналық – самка, дернәсіл – это личинка. Жаңа сөздерді сурет арқылы қайталаймыз. Илеу, дернәсіл, аналық құмырсқа, жұмысшы құмырсқа және аталық құмырсқа. Ребята, запишите новые слова в словаре, прочитайте, затем запомните их. Әрі қарай бірінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Давайте перед началом урока ответим устно на вопросы. Құмырсқаны көрдің бе? Видел ли ты муравья? Ол қандай жәндік? Какое это насекомое? Дене тұрпаты қандай? Какого телосложения? Құмырсқаның қанша көзі, аяғы бар? Сколько глаз и ног у муравья? Құмырсқаның илеуін көрдің бе? Видел ли ты муравейник? Құмырсқаның пайдасы қандай? Какая польза от муравьев? Ребята, предположительно попробуйте ответить на данные вопросы на казахском языке и свои ответы отправьте своему учителю. Енді келесі тапсырма. Теперь, чтобы ответить на вопросы, которые были заданы, давайте прочитаем с вами третье задание. Үшінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Әрбір илеуде аталық, аналық, жұмысшы және жауынгер құмырсқалар болады. Әлі өспеген құмырсқалар жұмысшы құмырсқалар деп аталады. Олар илеудегі ауаны ылғалды реттейді. Аналық құмырсқалар кейде 20 жылға дейін тіршілік етеді. Құмырсқалар илеуін қураған өсімдік сабақтары мен жапырақтарынан жасайды. Бір илеудегі құмырсқалар тәулігіне 30 мыңға дейін жәндікті жояды. Олар зиянды құрттармен қоректенеді. Қазіргі кезде құмырсқа дернәсілінен дәрілер дайындайды. Ғалымдардың айтуынша, құмырсқалар жұқпалы аурулармен ауырмайды. Өйткені құмырсқа бар жер таза жер. Құмырсқаның 5000-дай түрі бар. Құмырсқаның илеуін бұзба. Теперь самостоятельно прочитайте данный текст. Ознакомьтесь с переводом. Енді келесі тапсырма: сөйлемдерді толықтырып жаз. В четвертом задании вам нужно по тексту дополнить данные предложения. То есть вместо многоточий поставить нужные слова из текста. Запишите в тетради и свою работу отправьте учителю. Әрі қарай үй жұмысы. Екінші тапсырма: құмырсқаның суретін сал, дене тұрпатын сипаттап жаз. Во втором задании вам нужно нарисовать муравья, затем описать его телосложение. Мысалы, құмырсқаның 2 мұрты бар. Что еще можно написать про муравья? Продолжайте по данному образцу. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.